Сәлем достар, сіздермен бірге Балабек Динара. Бүгін сіздермен өте дәмді, жеңіл, сочный, әрі тез дайындалатын йогуртты пирог рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті заттарды төменге жазып қалдыратын боламын. Алдымен бізге бөлме температурасындағы 3 жұмыртқа қажет болады. Үстінен 150-180 грамм шекерімізді, қантымызды салып аламыз. Сұйық майымызды 80-90 мл. Үйдегі бар йогуртты қолданатын боламыз. Осылай бір банкасын и 1 чайная ложка разрыхитель. Мен көзім мөлшермен қостым. Шым-шым тұз, яғни қолыңызбен кішкене ғана тұз қоссаңыз жеткілікті. 200 грамм ұнымызды салып аламыз, және де миксерге жақсылап араластырып алатын боламыз. Қол миксермен араластырсаңыз да болады. Өте тез дайындалады. Мен кішкене бөлігін бөліп алдым, яғни какао араластыру үшін и қызықты болу үшін. Немесе ешқандай зат қоспасыз, осылай тек қана өзім сырласаңыздар да болады. Мұнда 1 чайная ложка какао қосып, қазір басы тестаны форма 20-22 см формаға қоямыз да, үстінен тағы да үйдегі ұл қыздарға жақсы болу үшін мен үйдегі қалып қойған шоколадты осылай қосып жібердім арасына. Үстінен какао тестамызды құямыз. Құйып шығамызды ағаш зубочисткамен осылай толықтай араластырып шықсаңыздар болады. Сонда тестамыз бір тегіс болып пісетін болады. Осы аралықта печкамызды қосып қоямыз 180 градусқа. Осылай 30-35 минут қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, өте жеңіл. Аяғыз қонақ келіп қалса, тез пісіріп жегенге өте таптырмас пирог. Барлығын ұнатады деген ойдамын. Ұнап жатса менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий қалдыра кетейік достар. Сіздермен бірге болған тағы да Динара Балабек. Ас болсын.